Сәлем достар, бүгін біз сіздермен Present Perfect жағын қарастыратын боламыз. Present Perfect қазіргі шақтың бір түрін белгілейді, және біз оны келесі жағдайда қолданамыз. Бірінші, қазіргі уақытта нәтижесі бар аяқталған іс-әрекеттермен. Егер іс-әрекет бұрын болып, бірақ оның қазіргі уақытпен байланысы болса, біз Present Perfect'ті қолданамыз. Мысалы, I can't open the door. I have lost my keys. Мен есікті аша алмаймын. Кілтімді жоғалтып алдым. Мұндағы өткен шақта болған іс-әрекет мен кілтімді жоғалтып алдым. Және оның қазіргі уақыттағы нәтижесі мен есікті аша алмаймын. Екінші, жаңалықтар. Соңғы жаңалықтармен бөлісу үшін біз тағы да Present Perfect'ті қолданамыз. Мысалы, I have bought a new car recently. Мен жақында жаңа көлік сатып алдым. Үшінші, өткен шақта басталып, осы шақта әлі жалғасып жатқан, яғни әлі аяқталмаған іс-әрекеттермен. Іс-әрекеттің қаншалықты ұзақ болғанын айту үшін біз since және for сөздерін сөйлемде қолданамыз. Since сөзі тек қана іс-әрекеттің басталған уақытын көрсетеді. Мысалы, I have known Sam since 1992. Мен Сәмді 1992 жылдан бері білемін. Мен Сәммен қашан таныстым? 1992 жылы, яғни таныстығымыз нақты осы жылы басталғанын білдіреді. For сөзін біз іс-әрекеттің қандай уақыт аралығында болғанын көрсету үшін қолданамыз. Мысалы, I have known Julie for 10 years. Мен Джулиді 10 жылдан бері білемін. Бұл сөйлемде мен Джулимен нақты 10 жыл таныс екенімді айтып тұрмын. Төртінші, өткен шақта қандай да бір тәжірибенің болуы немесе болмауы жайлы. Мұндай жағдайда тәжірибенің алынған кезі біз үшін маңызды емес. Оның болуы немесе болмауы фактісі ғана маңызды. Мысалы, She has lived in Germany. Ол Германияда өмір сүрген. Бір кездер өмір сүрген, бірақ қазір ол Германияда тұрмайды. Тағы бір мысал. I have never gone skiing. Мен ешқашан шаңғы тепкен емеспін. Бұл сөйлемде іс-әрекеттің қашан немесе не себепті екені айтылып тұрған жоқ. Тек алдын мұндай тәжірибенің болмағаны көрсетілген. Сөйлемдер жасалу жолын талдамас бұрын ағылшын тілінде етістіктердің екі топқа бөлінетінін еске түсірейік. Етістіктер regular дұрыс және irregular бұрыс болып екіге бөлінеді. Present Perfect жағында дұрыс етістікке біз ed жалғауын жалғасақ, бұрыс етістікті үшінші формада жазамыз. Бұрыс етістіктер кестесін біз кез келген интернет желісінен таба аламыз. Болымды сөйлем жасалу жолын қарастырайық. I, you, we, they есімдіктерден соң біз міндетті түрде have сөзін кейін ғана дұрыс етістік болса ed жалғаумен, егер бұрыс болса етістікті үшінші формада жазамыз. Мысалы, I have lived in London. Мен Лондонда өмір сүргенмін. Енді бұрыс етістікпен мысалды талдайық. We have bought a car. Біз көлік сатып алдық. Сатып алу buy етістігінің үшінші формасы bought. Алайда, егер бізде he, she, it есімдіктері берілсе, онда біз ең алдымен has сөзін кейін ғана етістікті үшінші формада немесе ed жалғауымен жазатын боламыз. Мысалы, she has worked in a bank. Ол банкте жұмыс істеген. Болымсыз сөйлемдерде біз have және has-ден кейін not сөзін жазамыз. Етістік әдеттегідей үшінші формада немесе ed жалғауымен жазылады. Мысалы, she has not worked in a bank. Ол банкте жұмыс жасамаған. Ағылшын тілінде көмекші сөздерді біз толық және қысқартылған формада айта аламыз. Мысалы, have not'ты haven't, ал has not'ты hasn't деп айтсақ болады. Сұраулы сөйлемде біз have, has сөзін сөйлемнің басында, кейін есімдікті және етістікті үшінші формада немесе ed жалғауымен жазамыз. Мысалы, have we paid the bills this month? Осайда біз төлемдерді төледік пе? Немесе
Has he read this book? Ол бұл кітапты оқыды ма? Present perfect шағында жиі қолданылатын кілт сөздерді сіздер экранда көре аласыздар. Бұл сөздер already, yet, never, ever, before, lately, just, since және recently. Достар, ал енді тақырып бойынша шағын талдау жасап көрейік. Видеоны тоқтат та экранда берілген сөйлемдердегі етістіктерді present perfect шағында жазып көр. Ары қарай біз дұрыс жауаптарды талдайтын боламыз. Ал енді тапсырманы талдап көрейік. Бірінші сөйлем. We have finished training. Біз білеміз, present perfect шағында біз have немесе has сөзін қолдану қажетпіз. Сөйлемде берілген есімдік we, сол себепті have сөзі жазылы және жақшадағы етістік дұрыс болғандықтан ed жалғауымен берілген. Екінші сөйлем. She has bought some really nice rollerblades. Сөйлемде берілген есімдік she болғандықтан біз ең алдымен has сөзін жазамыз, ал етістік бізде бұрыс болғандықтан біз оның үшінші формасы bought сөзін көрсетеміз. Үшінші және төртінші сөйлемде жақшада not сөзі берілгендіктен бұл болымсыз сөйлемдер. Үшінші сөйлемде the есімдігі берілгендіктен ең алдымен біз have сөзін, кейін not және жақшадағы етістіктің дұрыс болғандығына байланысты оның соңында ed жалғауын жалғап жазамыз. Соңғы төртінші сөйлем. Берілген сөйлемде he етістігі көрсетілгендіктен біз ең алдымен has, кейін not сөзін және де жақшадағы етістіктің бұрыс болғандығына байланысты оның үшінші формасы done'ды жазамыз. He has not done his homework. Достар, бүгін біз сіздермен present perfect шағын қарастырдық. Егер барлығы түсінікті болса, каналымызға тіркелуді және видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.